Біз қай елде өмір сүріп жатырмыз? Қазақстан ба? Әлде Ресей Федерациясының бір облысы ма? Біз не, Ресейге студент, Ресейге маман дайындауымыз керек па не сонда? Таза қазақ қылып ашылуына не кедергі бізде? Не кедергі? Туу көрсеткіштері бойынша, оқып жатқан балалардың саны бойынша қазақ тілді оқушылардың саны басым. Бұл мектеп аралас мектеп болайын деп жатыр екен. Енді мектеп әкімшілігі мына қашан нар жағында тұрған ЖК Комфорттың қазақша оқитын баласын қабылдамай қайтарып жіберді. Біздің көзімше екі ата-ана, біреуінің 3 баласы, біреуінің 2 баласы қазақша оқитын балаларды қайтарып жіберді. Сіздер біздің мектептің аумағына жатпайсыздар деп. Қалай жатпайды? Қараңыз, жолдың мына жағында үйі тұр. Мына мектепке балалары қазақ тілді балалар оқи алмайды екен. Номер 38-ші таза орысша мектеп тұр. Ол аралас мектеп деген сөз, ол орыс мектебі деген сөз. Тәрбиенің барлығы орыс тілінде жүреді. Мұғалімдері, коллектив бәрі орыс тілінде сөйлейтін болады. Қоғамдық іс-шаралардың бәрі орыс тілінде жүретін болады. Дәлізде оқушылардың барлығы орыс тілінде сөйлейтін болады. Бізге керек па? Ол керек емес. Бізге қазақ тілді атмосфера, қазақ тілді мектеп керек. Таза қазақ тілінде сөйлейтін.